Баршаңызға сәлем. Асығыста тез дайындалатын және осындай экономичный, өте дәмді болып шығатын пирог дайындаймыз. Алдымен ішіндегі салмасын дайындап аламыз. Менде бір капустаның осындай жартысы, ровно жарты килограмм ұсақтап турап аламыз. Үлкен жеуітімізге саламыз, ыңғайлы болу үшін араластырғанда. 3 жұмыртқаны осындай қайнатылғаны ұсақтап тураймыз. Осылай ұсақтап турап алдық, және менде көкпияз және укроп. Капустамыздың үстіне дәмге қарай тұз себеміз. Көлем өте көп көрініп тұрғанмен кейіннен азаяды, сондықтан тұзды аздау салуға әрекет жасаңыздар. 3 ас қасық өсімдік майы және бұрыш. Жақсылап қолмен осылай араластырамыз. Көлемі кәдімгідей кішірейді. Үстінен осындай көкпиязбен және укропымызды салып, тағы да араластырып жібереміз. Ең соңында осындай қайнатылған жұмыртқамызды және бір пияз қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен салмамыз дайын. Пирогқа мен дайын қамыр қолдандым. Жалпы салмағы 900 грамм, осы 900 граммды 2-ге бөліп, әр бөлігі 450 граммдан болды. Осы 900 грамм қамырдан менде 2 пирог болып шықты. Әр бөліктің өзін 2-ге бөліп аламыз. Біреуін үлкендеу және біреуін кішілеу етеміз. Мінекей мен қазір осыны үлкен бөлігін жайып жатырмын. Диаметр 28-30 сантиметрге дейін осылай жайып аламыз. Листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, үстіне начинкасын саламыз. Осы начинкасын барлы реттеп салып алдық, және екінші жағыны, шамалы кішілеу жағыны жайып, шеттерін жақсылап жабамыз, және өзімізге керекті формада түйіп аламыз. Осы начинкамен қалаған өзіңіз қамыр жасасаңыздар болады. Бұл дрожжевой қамыр немесе песочный қамыр жасасаңыздар да начинкасы өте сочный, өте дәмді болады. Осылай шеттерін барлығын жауып аламыз. Осылай пирогымызды жағып алдық, және менде бір жұмыртқаның сарысы, оған бірнеше тамшы су құйып, араластырып, пирогтың үстіне осыны жағып шығамыз. Өздеріңіз фантазияларыңызға қарай үстін сәндейсіздер. Мен осыны кунжутпен жай ғана осындай форма беріп шықтым. Осымен пирогымызды 180 градуста 25 минутте менде дайын болды. Сіздер өздеріңіз духовкаларыңызды қараңыздар. Мінекей пирогымыз дайын, шамалы суытып, қазір осы жерде жылы кесіп жатырмын. Осындай тез дайындалатын, өте нежный, сочный, өте жұмсақ болып шығатын пирогымыз дайын. Бұл өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Диана. Ас болсын, аман сау болыңыздар.